Құрметті тыңдарман, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, қазақ тілді каналына қолдау білдірсеңіз. Кенесары хан. Кенесары Қасымұлы 1802 жылы Көкшетау өңірінде дүниеге келген. 1847 жылы Қырғызстан Кекілік Сеңгір аңғарында қаза тапты. Мемлекет қайраткері, әскери қолбасшы, қазақ халқының 1837-47 жылдарындағы ұлт азаттық қозғалысының көсемі, қазақ хандығының соңғы ханы 1841-47 жылдар. Кенесары Шыңғыс ханның 27-ші ұрпағы, Абылай ханның немересі. Ордасын Көкшетауға тіккен Абылай ханның 30 ұлы болған. Абылайдың қалмақ қоңтайшысы Қалдан Сереннің қызынан дүниеге келген баласы Қасым сұлтанның бәйбішесі Айкүмістен Кенесары 6 ағайынды Саржан, Есенгелді, Көшек, Ағатай, Бопай екінші әйелінен Наурызбай туған. Кенесары өзге бауырлары секілді көшпелі әскери ақсүйектер қауымының дәстүріне сай жастайынан шабандоз, ұшы-қиырсыз даланың қатал табиғатына шыныққан, қиындыққа төзімді болып тәрбиеленеді. Жеке басының ерлік қасиеттері бір беттігі, алға қойған мақсатына жету жолындағы қайсарлығы мен дүлей күш-жігері оның жетекшілік қабілетін айналасына ерте мойындатқан. Кенесарының саяси көзқарасының қалыптасуы Ресей империясында бірінші Петр билігі кезеңінен басталған. Ресей мен Қазақ хандығы арасындағы қатынастар сипатымен тығыз байланыста болды. Ресей империясы өзіне шекаралас жатқан Қазақ хандығын күллі Азия елдері мен жерлеріне бастар қақпа деп есептегендіктен, оны Ресейге қосып алу қажеттігіне ерекше мән бергенді. Қазақ хандығы аумағын империяға күштеп қосу, оның отарлануымен қатар жүрді. Ресей отаршылдығының ерекшелігі орыс солдатының соңынан орыс мұжығы ілесіп отыратындығында, сөйтіп жаулап алған жерін орыс жеріне айналдырып жіберуге тырысатынында, деп Мұстафа Шоқай еді. Атасы Абылай хан заманынан бері үдей түскен бұл процесс жас сұлтан Кенесары санасына ұлт тәуелсіздігіне төнген қауіпті терең түйсінтті. Патша өкіметінің 1822 жылғы Сібір қазақтары туралы жарғысы қалыптасқан хандық құрылымды, дәстүрлі билік үлгілерін жойып, қазақ елін жалпы ресейлік басқару жүйесіне сіңістіріп жіберуді көздеді. Сол мақсатта қазақ даласына орыс шаруалары ағылып келіп қоныстана бастады. Абылай ханнан кейін орнына билікке келген Уәли хан 1781-1821 жылдар аралығы патша әкімшілігінің Көкшетау алқабында қала құрылысын бастауына келісім берді. Уәли өлгеннен кейін хан сайланған баласы Ғұбайдолланы Ресей үкіметі бекітпей тастады және орта жүзде хандық билікті жойды. Қарсылық көрсеткен Ғұбайдолланы тұтқындап Сібірге жер аударды. Осыған байланысты Кенесары Ресей мен Абылай хан арасында жасалған жазбаша келісім шарттың бұзылғанына наразылық білдірді. Оның Алла қостаса қазақтардың басын біріктіреміз де қайтадан Абылай хан тұсындағыдай дәрежеге жетеміз деген пікірі әкесі Қасым сұлтанның бауырларының көптеген қазақ батырларының тарапынан қолдау тапты. Олар Ресейге қарсы Қоқан ханымен одақтаса отырып күреспек болған еді. Бірақ үміттері ақталмады. Керісінше 1836 жылы Қоқан билеушісінің нұсқауымен Кенесарының бауыры Саржан өлтіріледі. 1840 жылы әкесі Қасым төре қаза тапты. Кенесары Абылай хан тұсындағы қазақ хандығының аумақтық тұтастығын қалпына келтіруді, Ресей құрамына кірмеген аймақтардың тәуелсіздігін сақтауды көздеді. Отаршылдарға қарсы соғысты
бастамас бұрын Кенесары бірнеше рет дипломатиялық қадамдар жасап, бірінші Николай патшаға, Орынбор генерал-губернаторлары Перовскийге, Обровичке, Сібір генерал-губернаторы Горчаковқа хат жолдады. Ақылды саясатшы және әскери қолбасшы ретінде Кенесары жаудың мықты қарулы күші бар екендігін жақсы түсінді. Сол себепті соғысқа мұқият даярланды. Бұл оның қазақтың 300-ін бір мақсат жолына біріктіру саясатынан қару-жарақ соғуды, соның ішінде зеңбірек құюды жүзеге асыру үшін орыс және өзге ел шеберлерін тартуынан көрінеді. Кенесарының қол астына 20 мыңға жуық сарбаз жиналды. Оның ішінде орта жүз руларынан басқа кіші жүздің Шекті, Тама, Табын, Алшын, Шөмекей, Жаппас, Жағалбайлы, тағы да басқа руларының, ұлы жүздің Үйсін, Дулат, тағы да басқа руларының сарбаздары болды. Кенесарының жауға қарсы жорығында Ағыбай, Иман, Басығара, Аңғал, Жанайдар, Жеке Сұраншы, Байсейіт, Жоламан, Бұқарбай, Мыңжасар, тағы да басқа батырлар аянбай шайқасты. Әскери қимылдар 1838 жылы Ақмола, Ақтау қамалдарына шабуыл жасаудан басталды. Көтерілісшілер қамалдарды өртеп жіберді. Кенесары соғыс ауқымын Торғай арқылы кіші жүз жеріне қарай кеңейтті. 1841 жылы қыркүйекте Кенесары 300-дің өкілдері жиынында қазақ халқының ханы болып сайланды. Осы жылы Кенесарының әскери Қоқан хандығының иелігіндегі Созақ, Жаңақорған, Ақмешіт қамалдарын алды. 1843 жылы Ресей үкіметі Кенесарыға қарсы кең көлемді әскери жорық ұйымдастырды. Кенесарының Ресей әскері мен Ресей жағында күресуші қазақ сұлтандарын бірнеше рет ойсырата жеңді. Алайда әскери қуаты әлде қайда басым жау Кенесары сарбаздарын Жетісуға шегінуге мәжбүр етті. Азаттық үшін шайқаста Кенесары қырғыз манаптарының өзіне бағынуын талап етті. Алайда патша әкімдерімен құпия байланыста болған манаптар оған мойынсұнбады. Кенесары бағынудан бас тартқан қырғыздарға шабуыл жасады. Өз жақтастары ішіндегі опасыздық салдарынан Кенесары мен інісі Наурызбай дұшпандарының қолына түседі. Кенесары айуандықпен өлтіріледі. Жаулары оның басын кесіп алып, орыс әкімшілігіне жібереді. Князь Горчаков Кенесарының басын Батыс Сібір басқармасындағы Кенесары бөлігі туралы іске қосып сақтауға бұйрық береді. Ақ киізге көтерілуі. 1841 жылы Кенесары хан сайланды. Оның саясатының басты мақсаты қазақ хандығын қайта қалпына келтіру болды. Кенесары мемлекетті басқаруда шариғаттың негізгі ережелерін енгізді. Сонымен бірге билер сотын қалпына келтірді. Мемлекет пен оның әскерін нығайту жолдарын жетік білетін хан мұсылмандық құқық ережелерін бекітті. Салық саясаты да оны тиімді жолмен жинауға бағытталды. 1841 жылы Кенесары хан тағына отырғаннан кейін көтеріліске қатысушылар әскери қимылын үдете түсті. Олар қоқандықтардың елеулі күштері бекінген Жүлек, Ақмешіт, Жаңақорған, Созақ қамалдарын қоршауға алды. Кенесары өзінің басты мақсаты азаттыққа қол жеткізу үшін ортақ жауға қарсы 300-дің күш біріктіре күрес жүргізуі керек екенін түсінді. Алайда ұлт азаттық күрестің 1844-45 жылдары қарқыны үдей түскен кезеңде қазақтардың басы толық бірікпеді. Көтерілістің бас кезінде ақ қазақтар қарама-қарсы екі топқа бөлінді. Бірі Кенесары жағында болса, екіншісі патшаның жүргізген саясатын қолдады. 1846 жылы
Ресей жасақтары мен отаршылдыққа бойынсынған қазақ сұлтандарының әскери құрылымдары оны кіші және орта жүздер аумағынан ығыстырды. Кенесары Қасымұлы хан саясаткер, дипломат ретінде қазақтың 300 руларының едәуір бөлігін өз туы астына біріктіре алды. Оның әскерінің жалпы саны кейде 20 000 адамға дейін жетті. Халықтың бас көтеруіне орта жүздің көптеген сұлтандары мен билері қосылды. Кенесары бастаған халық көтерілісінің ауқымы кең болды. Ол 18 ғасырдың соңы мен 19 ғасырдың басындағы азаттық жолындағы өзге қозғалыстардан қазақ рулары көп қоныстанған негізгі аудандарды қамтумен ерекшеленді. Кенесары мемлекет құрылымына көп көңіл бөлді. Елді басқаруда жаңа құрылымдар мен ережелер енгізді. Сонымен бірге, істен шығарылған құрылымдарды қайта қалпына келтірді. Әскер қатарында қатаң тәртіп орнатты. Әскерді ұзақ дала соғыстарына бейімдеу үшін мыңдықтар мен жүздіктерге бөліп басқару құрылымын құрды. Ол қажет ақпараттарды жеткізіп тұратын тыңшыларына да сүйенді. Саяси күрес пен дипломатияның тиімді әдістерін қолданды. Мемлекеттің ішкі саясатын хан өзі қатаң бақылауға алды. Ру аралық қақтығыстардың жолын кесті. Қоқаннан қайтып келгеннен кейін Кенесары орта жүздің жеріне келген. Бірақ оған дейін Ресей шешуші әрекеттерді ойластырды. Содан орта жүзде күресті жалғастыру мүмкін емес болды. Сонда Кенесары ұлы жүзге бару туралы шешім қабылдады. Ұлы жүзге інісі Наурызбайдың қасына 100 жігітті оларға көшпенді жер бөлінуіне жіберді. Рүстем Сұлтан Наурызбайдың қасына 100 жігітті оларға көшпенді жер бөлінуіне жіберді. Рүстем Сұлтан Наурызбайды қабылдап, жер бөлуді және Кенесарыны қолдайтынына уәде берген. 1846 жылы хан орта жүзден кетті. Ұлы жүздің аумағына келген ол қырғыз манаптарымен келіссөздерді бастады. Олар ханды қолдаймыз деп уәде берген, негізінде қосарланған саясат жүргізген болатын. Екі жақтың арасындағы тыныштықты қырғыздар Саурық батырдың өлтіргенімен бұзды. 1847 жылдың сәуірінде олардың әрекеттеріне жауап ретінде Кенесары 15 мыңдық әскермен Қырғызстанға басып кірді. Бұл шабуыл өте қатал болды. Содан қырғыздар соғысқа дайындықты бастады. Майтөбе қаласында Кекілік сеңгірде орманның жетекшілігімен қырғыз мансабымен шайқас өтті. Бірақ шайқас кезінде Сұлтан Рүстем мен Сыпатай Кенесарыны сатып кетіп, оның әскерінің басым бөлігін алып кетті. Шайқас бірнеше күнге созылды. Кенесары ұсталып және тұтқында 3 айдай болған, өйткені қырғыздар онымен не істейтінін білмеген. Содан оны өлтіру туралы шешім қабылданды. Көз жұмбас бұрын Кенесары намаз оқуға рұқсат сұраған. Басынан айырылды. Оның басын қырғыз манабы Орман Балауыз мөрімен жазылған хатпенен Батыс Сібірдің генерал-губернаторы Горчаковқа сыйлап, қырғыздың Ресей империясына деген адалдығын көрсеткісі келді.